Қаныш Сәтбаев, Қазақ КСР ғылым академиясының ұйымдастырушысы, тұңғыш президент және академигі, Қазақстанның металлогения мектебінің негізін қалаушы, Қазақстаннан шыққан тұңғыш академик. Сәтбаев атындағы қала, көше, университет және де кен орындары бар. Атап айтар болсақ, Сәтбаев көшесі, Сәтбаев қаласы, Сәтбаев кен орындары. Қаныш Сәтбаев атындағы геологиялық ғылыми институты және де Қазақ ұлттық техникалық университеті бар. Қаныш Сәтбаевтың әртүрлі салада жазған 800-ден астам ғылыми еңбектері бар. Отау жазылған кен орнын ашқан үшін 1990 жылы Ленин орденімен марапатталады. Қаныш Сәтбаев атамыз қазақ мектептеріне арнап алгебра оқулығы жазған. Қаныш Сәтбаев Имантайұлы, Қазақстандағы алғашқы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, мемлекет және қоғам қайраткері, еліміздегі ғылымның негізін салушылардың бірі. Сол себептен ұлы ғалымның есімі қазақ тарихында алтын әріптермен жазылған. Жасаған әрбір еңбегіңіз үшін, қазақ жерінен шыққан әрбір қазба байлықты зерттегеніңіз үшін, Ғылым саласына зор үлес қосқаныңыз үшін, Қазақстандағы алғашқы металлогения мектебінің негізін қалағаныңыз үшін, Қазақ арасында тұңғыш академик атанғаныңыз үшін, әрбір қазақ деп соққан болашақ ұрпаққа үлгі және зор тұлға болғаныңыз үшін. Түркістан облысы Шардара адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты Қазақстан жалпы орта мектебінің 9-шы сынып оқушыларының Қаныш Сәтбаевтың туылған күніне орай ұйымдастырған шеленішін Сырбек Кәтәбеков атындағы жалпы орта мектептің оқушыларына жолдаймыз.